Пайғамбарымыз көкесі Әбу Тәліптің қолында. Пайғамбарымыз атасының көзі тірісінде өзі қалған көкесі Әбу Тәліптің отбасында. Мейірімді, бірақ жоқ-жұтаң тіршілігі бар Әбу Тәліптің бала-шағасы да оны жатырқамай қабылдады. Ішіп-жемге пайдаланатын бірнеше түйесіне басқа ештеңесі болмаса да әділдігі, азаматтығымен көпшілік арасында сыйлы еді. Әзірет Әлидің әкесі Әбу Тәліп туралы былай дегені бар: әкемді құрайшықтар қадір тұтатын, кедей бола тұрып соншалық құрметке оған дейін ешкім ие болмаған. Тұрмыс тіршілігі, отбасы тәрбиесі жөнінен Әбу Тәліп жахилияның жамандықтарынан аулақ болатын. Арабтар арасында әдетке айналған ішкілік атаулыны да татып алмайтын. Қай жағынан да Мұхаммедке қамқор боларлық жан. Бала Мұхаммедті үнемі қасына ертіп, онымен үлкен кісіше әңгімелесіп пікір алысатын. Әбу Тәліптің отбасы Мұхаммедсіз дастархан басына отырмайтын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам отырса, дастарханның берекесі артып, тамақ артылып қалатынды, ол болмай қалса, тез таусылып, бала-шағаның қарны тоймай қалатын кездерде аз болмаған. Балада болса, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дастархан басындағы әдептілікті сақтайтын. Үлкендерден бұрын табаққа қол созу оның әдетінде болған емес. Аз жейтін, ғұмыры бойы қарнының ашқанын, шөлдегенін бір ретте болса айтпаған. Пайғамбарымыз көкесімен бірге тасаттықта. Меккені қуаңшылық жайғалы қашан. Құрғақшылықтан жер шыт-шыт жарылып, жан-жануардың мазасы қашқан. Күнде ертеңіне үміт артумен тағаты таусылған халық өзара кеңесіп Әбу Тәліпке келеді. Ей Әбу Тәліп, бір тамшы суға зар болдық. Балаларымыз шетінен ауру, малымыз қырыла бастады. Бізге бас болып тасаттыққа шықсаң қалай болар екен? Әбу Тәліп көптің тілегін қайтармады. Қасына Нұр Мұхаммедті алып Қағбаға барды. Нұр жүзді бауыры оған берекенің бастауы сияқты көрінетінде тұратын. Қағбаға келген соң Әбу Тәліп арқасын қабырғаға сүйей отырды да қолын жайып дұға ете бастады. Бұл кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Қағбаның жабуына жабысып, сұқ саусағын көкке шошайтып тұрды. Арадан көп уақыт өтпей-ақ Алланың құдіретіне бүкіл Мекке тағы да куә болды. Алдымен ақ жауын басталды да соңы нөсерге айналды. Халық үлкен қуанышқа бөленді. Адамзатқа рақымдылықтың үлгісі, құр берекенің бастауы ретінде жіберілген Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кішкентай кезінен ақ осынау ауыр міндеттің өзіне жүктелгенін дәлелдей бастаған. Ана орнына ана болған Әбу Тәліптің әйелі Фатиманың да Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам деген аналық сүйіспеншілігі шексіз. Жетімдігін сездірмеуге тырысып бағатын. Өз балаларынан бұрын соның жағдайын жасап, барынша аянып қалмайтын. Ана орнына анасындай болған Фатиманың пайғамбарымыз да аса құрметтеген. Оның жасаған жақсылығын, аналық мейірімін ешқашан естен шығармаған. Мейірімді Фатима о дүниелік болғанда Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бүгін анам өмірден өтті деп қайғырған. Үстіндегі көйлегін шешіп, кебін қылып, мазарын қазып, көріне кіріп, мәйітті орналастырған соң қасына бір сәт жатқан. Мұның себебін асхабы таңырқай сұрағанда, ол Әбу Тәліптен кейінгі жанашырым еді. Ақыретте жәннаттың жібегін жамылсын деген ниетпен өз жейдемді жыртып кебін қылдым. Суық қабірге тез үйренісіп кетсін деп жанына жаттым деп жауап береді. Өзіне жасалған зәредей жақсылықты екі дүниеде де ұмытпайтын, жақсылыққа жақсылықпен жауап беретін мінез арқылы көп адамның жүрегіне жол тауып ақиқатқа тартқан парасатты тұлғаның бір қыры еді.